Хузайфа радиаллаху анху сахибу сыр Расулилlah саллаллаху алейхи пайғамбарымыздың сырын сақтаған, білген адам. Пайғамбарымыз мұнафықтар кім екендігін Хузайфа радиаллаху анху айтып қойған. Бірақ ал кіші ешкімге айтқан емес. Сен мұнафықсың, же баланша мұнафық деп башқа біреуге де айтқан емес. Білдіріп қойған пайғамбарымызға. Ушул мұнафықтардың аттарынан бері білген Азіреті Хузайфаға бір күні Азіреті Умар қайрылып сұрады да. Алар білет Азіреті Умар, бұл Хузайфа мұнафықтарды білерін білет. Анан Азіреті Умар сұраптыр. Фақале лаху Умар Азіреті Хузайфаға: Нашаттук Аллах. Алланың аты менен саға айтып мен ант ичем. Бұл асман жерден бар ошо Алланың құдіреті менен тұрады. Ошол заттың аты менен ант ичип айтам. Сен білесің бе деді. Пайғамбар саға мұнафықтардың атын айтқанда менің атым айтты өле деп Азіреті Умар Хузайфадан сұрап отыр. Шундан ойланып қалды Азіреті Хузайфа. Азіреті Умардың жаңағы сүрі менен пайғамбар өтіп кеткеннен кейін сұраған. Азіреті Хузайфа ойланып тұрып, лә деді, жоқ, сен айтқан емес. Алардың арасында сен жоқсың, бирок деді, мындан нары мен ешкімге бұл сөзді айтпайым, есіңде болсын деді. Мен сұраса да айтпайым, сен сұрадың, айтып жібердім, башқа біреуге ешкімге айтпайым деді Азіреті Хузайфа. Қызық ана шу жерде ме? Азіреті Хузайфа сахабалардың арасында жүрген жанында 200-дүү кейбір адамдарда болған екен, өзін сахабаларға қошып мұнафық болған. Бұл турасында аяттар бар. Шол мұнафықтарды сүреттеген аятты білесіз бе? Мұнафықтар кімдер? Кейде пайғамбарымыз ойшыл адамдар деп сыртқы келбетіне сұқтанғанда, пайғамбар сұқтана тұрғандай келбеті болған кейбір мұнафықтардың. Пайғамбарымыз шылар иманға келіп, шылар жанымда жүрсе дегендей, пайғамбарымдай сүйініп, қуанып кете тұрғандай келбеті болғанда, бірақ аларды Алла Таала хушубун мусаннада деп айтқан. Бұлар жөнлі ичи бош, құрғап қалған дөңгөш деген. Мұнафықтарды Алла Таала ошентип сыпаттайды. Бізде де азыр бар кейде ойшыл адамдар мынау келбеті келішкен атаң мұсылман бола қалса дейбіз. Иманға, динге келіп қалса дейбіз, бірақ Алла иманды бербесе, Алладан башқа ешкім иман бере албайды. Дүние жүзіндегі қанша миллиард мұсылман чоғылып алып, жалдырасаң дағы ештеңе бере албайсың аға. Тағдырды өзгерте албайсың. Азіреті Умар неден сақтанып сұрады? Қызық, Азіреті Умар деген кім білесіз бе? Пайғамбарымыз айтқан, менің үмметімден менден кейін пайғамбар шықса, Умар пайғамбар болмақ деп айтқан. Азіреті Умар бір күні түні менен Аллахумма инни а'уду бика мин шарри нафси деген дуаны қайталап шығыптыр. Бір түн. Ей Алла, мен сенен сақтау сұрайым, менің жүрегімдегі нәпсімден жамандығына мені сақтатшы деп шыққанда. Азіреті Умар бір түн таң атқанша, бағымдатқа шейін. Аллахумма инни а'уду бика мин шарри нафси. Ошыны ұққан адамдар риуаят қылышқан. Умар түні менен шыны қайталап шықты. Ей Алла, менің нәпсімден жамандығына мені сақтасаң екен деп дуа қылып шығады. Умар ошындай кіші болған. Пайғамбарымыз айтады, әрбір пайғамбардың үмметінде бір мындай Алла Тағаладан келген мухдас адамдар болады деп айтқан. Ойы, анын ойлаған ойы Алладан түшкен уахиге төп келеді деген. Шындай әрбір пайғамбардың үмметінде бір адам болады, менің үмметімде бұл Умар деп айтқан. Алладан түшкен о пайғамбарымыздан келіп, я Расулалла, мұндай деңізші, ушындай болсыншы, мұны арақ арам болсыншы. Бардық жамандықтың башы деп сұрағанда аят түшелек болған. Кейін анан Азіреті Умар пайғамбардан жалдырап, кейін анан шондай аят түшкен. Ушыны алымдар, біреулер айтады 3 жерде, біреулер 8 жерде, біреулер 11 жерде, біреулер андан да көп. Алладан шу пайғамбарымыздан келіп сұранып, Алладан ушындай өкім түшсінші, сұраңызшы деп пайғамбардан сұранған, ошондай өкім түшкен dey. Азіреті Умар ошондай киши болған. Бирок келіп эми Азіреті Хузайфадан сұрап атат. Жанағы мұнафықтардың арасында мен жоқ білем, атымды айтқан емес біле пайғамбар деп, ант ичип айтам, Алланың аты менен айтмаға дегенден, болды, саға айттым, сен жоқсың ғой, бірақ мындай эме ешкімге айтпайым деді Азіреті Хузайфа. Уақытымыз бүтіп қалды. Ушуну кейінгі сабақта улантабыз. Эмне үчүн Азіреті Умар ушуну сурады? Не зарылдық болды мұны сұрағанға? Азіреті Умар неден чоочуп атат? Өзі ошондой экен, ашарату мубашшира бил жанна. Пайғамбар өлтіп кеткеннен кейін сұрап атат бұл сурауды. Өзінің жана 10 жаннат менен сүйіншілген сахабалардың бірі өсі болчу да. Аллахым барыбызға шундай бекем иман берсин.